Zoom. Мектепті бітіріп жатырмын. Бала күнімнен күткен сәт қой. Бірақ дәл қазір жүрегімде бір толқыныс бар. Сізден ақыл сұрағым келеді. Айтыңызшы, қандай мамандық таңдасам екен? Менің жан дүниеме жақын бірнеше бағыт бар. Соның қайсысына тоқталсам екен? Тек өзіме ғана емес, елге де пайдалы болғым келеді. Жұртқа қуаныш сыйлар іс істегім келеді. Бәсе, жүрегі сергек, жан ояу баланың сөзі осындай болады. Талабың бар екен, соның өзі үлкен қуаныш. Мамандық таңдау жай ғана кәсіп емес, бұл тағдыр таңдауы. Өзіңді табатын жол. Жүр, мен сені бір ерекше жерге ертіп апарайын. Ол тәлімгер орталығы. Онда нағыз еңбекке бас иген қолөнер мен кәсіптің хас шеберлері бар. Сол жерде сен өз көзіңмен көресің. Әр кәсіп бір әлем, әр шебер бір ғұмыр. Қай жолды таңдасаң да, ең бастысы адал еңбек етсең болғаны. Еліңе қызмет етсең, міне нағыз мамандық сол. Міне балам, бұл тәлімгер орталығы. Мұнда тек мамандық емес, өмірлік жол таңдалады. Мына тұғырдағы тетікті бассаң, сол бағыттың әлеміне енесің. Шынымен бе? Қайын, көрейікші атам. Тігінші, адамзат тарихындағы ең алғашқы кәсіпкердің бірі. Тас дәуірінің адамдары жүн орнына сіңір, ине орнына сүйек қолданды. Уақыт өте адам өркениеті дамыды. Ежелгі Мысырда зығырдан киім тігілді. Қытайда жібек өнерге айналды. Бүгінге тігін желек, сән, кәсіп, өнер мен табыстың тоғысқан жолы. Қазіргі күні тігін саласы сұранысы жоғары, әрі болашағы зор еңбек бағыттарының бірі. Қай дәуірде болмасын, адамзат өркениетінің дамуына тігін ісі айрықша үлес қосып келеді. Киім халықтың тарихы мен мәдениетін, ұлттық болмысын айқындайтын құнды дүние.
әрбір бұйымға жонын салып еңбек еткен тігіншінің қолынан шыққан киім ол шебердің өнері мен талғамының көрінісі. Бүгінде тігіншілердің өнері шеберханалармен шектелмейді. Жаңа технологиялар мен заманауи жабдықтар арқылы сән индустриясы, ұлттық киім өндірісі, тұрмыстық және өндірістік киімдер тігу кең өріс алуда. Қазақстанда да бұл салаға ерекше мән беріліп, тігін фабрикалары мен жеке дизайнерлік студиялар ашылуда. Бұл салаға бет бұрған жастардың болашағы әрқашан жарқын болмақ. Тәлімгер орталығының тігін ісі бойынша тәлімгері, Нурифер сән академиясының негізін қалаушы Нурифер Ергешеваның коллекциясын ұсынамыз. Аспаз. Адамзат тарихындағы ең көне кәсіптердің бірі. Адам алғаш рет от жағып, етті қақтап пісірген сәттен бастап, тағам дайындау тек қажетті емес, өнеге айналып бастады. Уақыт өте келе тағам тек қарын тойдыру құралы емес, мәдениет пен мәртебенің белгісі болды. Көне Мысырда тағам дайындау салтанат пен сәннің көрінісіне айналды. Ежелгі Грекияда аспаздар қоғамда жоғары құрметке ие болса, Францияда аспаздық ұлттық мақтаныш, нағыз өнер туындысы ретінде бағаланды. Қытай, Үндістан, Түркия секілді елдерде де тағамның дәмі ғана емес, оның берілу үлгісі, түсі, иісі мен эстетикасы басты орында тұрды. Аспаз жай ғана тамақ әзірлеуші емес, ол дәмнің сиқыршысы, от пен ошақтың иісі, ұлттық болмысты табаққа сыйғыза алатын шебер. Аспаздық үздіксіз дамып келе жатқан сала. Қазіргі таңда аспаздар тек дәстүрлі тағамдармен шектелмей, инновациялық әдістерді меңгеріп, глобал асхананың қалыптасуына үлес қосты. Дүние жүзінде гастрономиялық туризм өркендеп, шебер аспаздардың арқасында елдер өз тағам мәдениетін брендке айналдырып отыр. Қазақстанда да бұл салаға ерекше назар аударылуда. Ұлттық тағамдарды жаңаша форматта ұсынатын жас аспаздар көбеюде. Колледждер мен аспаздық орталықтарда кәсіби мамандар даярланады. Тұрақты жұмыс істеу, жоғары табыс беру, шығармашылық мүмкіндіктермен қамтамасыз етілуде. Аспаз мамандығын меңгергеннен ешқашан жұмыссыз қалмайтын, жоғары бағаға ие, қоғамға тікелей қызмет ететін кәсіп иесі. Бұл кәсіпке бет бұрған жастар болашақта атақты шеф, мейрамхана иесі, не болмаса өз ісінің шебері атанып, ел игілігіне үлес қоса алады. Тәлімгер орталығының аспаз бағыты бойынша тәлімгері, Айкафуд наубайханасының негізін қалаушы Әйгерім Номанованың өлеңдерінен дәм татыңыздар.
Былғары қолөнері адамзат тарихындағы ең көне кәсіптердің бірі. Ежелгі замандарда адам баласы аң терісін илеп, одан киім, аяқ киім, тұрмыстық бұйымдар жасап үйренді. Түркі даласында ер-тұрман, қамшы, қолын етек сияқты дүниелер терден жасалды. Қазақ халқында былғары өнері ұлттық қолөнердің ажырамас бөлігіне айналды. Тері өңдеп, ер-тоқым, қамшы, кісен, дорба, сауыт, ішік сынды бұйымдарды жасау ата-бабадан жалғасқан дәстүр. Бүгінде былғары өңдеу қайта жаңғырып келе жатқан саланың бірі. Заманауи технологиялар мен ұлттық нақышты ұштастыра білген шеберлер эксклюзивті өнімдер жасап, отандық нарықта ғана емес, шетелде де сұранысқа ие болуда. Былғары жай ғана материал емес, ол табиғи, сапалы, ұзаққа шыдайтын және экологиялық таза өнім көзі. Одан жасалған бұйым сән мен салтанаттың, шебердің қолтаңбасының айналған. Қазақстанда бұл саланы дамыту мақсатында арнайы шеберханалар, оқыту курстары, шығармашылық орталықтар ашылып, жас шеберлерге қолдау көрсетуде. Қазақстанда бұл саланы дамыту мақсатында арнайы шеберханалар, оқыту курстары, шығармашылық орталықтар ашылып, жас шеберлерге қолдау көрсетілуде. Былғары шеберлігін меңгерген жастар кәсіп бастап, табыс табумен қатар ұлттық өнерді ұлықтап жүр. Былғары тек тұрмыстық бұйым ғана емес, ұлттың болмысы мен тарихының, дәстүрі мен руханиятының көрінісі. Қолөнерге құштар жас шеберлер ұлттық нақышты заманауи стильмен тоғыстырып, дүниеге қазақ қолөнерінің үнін қайта естіртуде. Тәлімгер орталығы тері бұйымдары бағыты бойынша тәлімгері, Қазақ өнер Түркістан қолөнершілер қауымдастығының төрағасы, танымал қолөнерші Жанболат Сүйінбайдың туындыларын ұсынамыз. Киіз қолөнері халқымыздың рухани байлығы мен тұрмыс тіршілігінің арнасы. Оның ішінде киіз басу қазақтың ең көне әрі терең мағынаға ие өнерлерінің бірі. Бұл тек бұйым жасау ғана емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ұлттық тәрбиенің бір түрі. Көшпенді қазақ халқы қойылым жүнін сабап, киіз басу, текемет, сырмақ, алаша, киіз үй, түскиіз сияқты тұрмыстық және сәндік дүниелер жасаған. Киіз дала тіршілігіне бейімделген, жылы, экологиялық таза әрі ерекше символдық мәні бар материал. Әр өрнек, әр түс бір-бірімен үндесіп, халықтың дүниетанымы мен эстетикасын білдіреді. Қолөнер тек тұрмыстық қажеттіліктен туған емес, ол ұлттың болмысын, эстетикалық талғамын, тарихи жадысын сақтап қалған мұра. Қазақ әйелдері кесте тігіп, ши орап, өрнек тоқып, тек әсемдік үшін емес, ұрпағына өнеге қалдыру үшін де жұмыс істеген. Бүгінде бұл өнер қайта жанданып келеді. Жас шеберлер мен дизайнерлер дәстүрлі қолөнерді заманауи стильмен ұштастырып, жаңа өмір сыйлауда. Киізден жасалған өнімдер тек тұрмыстық бұйым емес, экодизайн, интерьер, мода салаларында да ерекше орынға ие болуда. Қазақстанда қолөнер бағытында көптеген студиялар, үйірмелер, көрмелер, шеберлік сыныптары ұйымдастырылып, жас таланттарға қолдау көрсетілуде. Бұл ел экономикасына ғана емес, мәдениетіне де үлес қосатын маңызды сала.
Тәлімгер орталығының қолөнер бағыты бойынша тәлімгері, мәдениет саласының үздігі, елімізге танымал қолөнерші Мереке Айбаршаның туындыларын тамашалаңыздар. Электрик. Адам жарықтың қадірін қараңғыда білді. Жарықсыз үй, жансыз, тоқсыз өмір, тоқырау. Электр қуатын игеру адамзат дамуының жаңа дәуірі болды. Эдисон шығып жатқан күннен бастап дүниені келбеті өзгерді. Біз бәріміз теледидар көреміз, телефон қолданамыз, ноутбукпен жұмыс жасаймыз. Бұл нәрсенің барлығы электр қуатынсыз жұмыс жасамайды. Бүгінгі әлемді электр қуатынсыз елестету тіпті мүмкін емес. Электрик жай ғана сын жалғаушы емес. Ол жарықтың сақшысы, қауіпсіздіктің кепілі. Ол қараңғылықпен күресуші, үйде жанған шамнан бастап, зауыт, аурухана, мектеп, бәрінің тіршілігі оның біліміне, ептілігіне, жауапкершілігіне тәуелді. Әр санның ар-жағында күш, білім, сенім тұр. Бүгінгі электрик инновация мен автоматиканы қатар меңгерген шебер. Ақылды үйлер, жасыл энергетика, смарт жүйелер, бәрі соның оқырында. Бұл тоқтың тілімен сөйлейтін концепт. Бұл көрінбейтін еңбекпен көрінетін нәтиже жасайтын орында. Электрик болашақ энергиясының иесі. Тәлімгер орталығы, электрик бағыты бойынша тәлімгері, Бақытжан Жауынбеков. Автомеханик. Қозғалыс бар жерде өмір бар. Адам алғаш дөңгелек ойлап тапқан сәттен техниканың ғасыры басталды. Ал автомеханик сол қозғалыстың тірегі. Ол темірдің тілін білетін, шаршаған моторды сөйлететін, жүрісінен жаңылған көліктер қайта жандандыратын шебер. Бұл қарапайым ғана кәсіп емес, қауіпсіздік пен сенімділікке тікелей жауапты еңбек. Көлік бүгінгі қоғамның күре тамыры. Жедел жәрдем, өрт сөндіруші,
жүк көлігі, автобус, бәрі де автомеханиктің білігіне тәуелді. Автомеханик бұл тек кілт пен балғаның иесі емес, заманауи техниканы меңгерген, компьютермен сөйлесе алатын маман. Көлік оның қолында қайта түлейді. Әр бұранда мен әр өлшеп, дәндік пен тәжірибені қажет етеді. Себебі бұл мамандықта қателікке орын жоқ. Бүгінгі күні автомеханика саласы тек жөндеу емес, диагностика, электроника, гибридті жүйелер мен смарт технологияларды меңгеретін кең ауқымды салаға айналды. Қазақстанда көлік саны күн санап артуда. Соған сай білікті автомеханиктерге деген сұраныс та өсіп келеді. Сапалы қызмет көрсететін маман ешқашан жұмыссыз қалмайды. Бұл жас ұрпаққа үлкен мүмкіндік, тұрақты табыс, кәсіби даму жолы. Темірменті табысқан жігіт, ертеңнің шеберхана иесі, кәсіпкер, өндіріс шебері атанады. Автомеханик қозғалысты қамтамасыз ететін, өмірдің алға басуына үлес қосатын, қоғам үшін қажет маман. Темірге жан бітіретін, қозғалысқа жан кіргізетін осы кәсіп иесі. Тәлімгер орталығы, автомеханик бағыты бойынша тәлімгері Дәулет Абдиев. Ата, бұл кәсіптердің бәрі де құрметті. Маған таңдау жасау жеңіл емес. Бірақ бір нәрсе анық. Адам еңбек қашанда асқақ тұрады. Мен енді тек оқуды емес, өмірді де таңдадым. Менің көзім ашылды. Бұл кәсіптер нағыз өмірге керек мамандықтар екен. Енді мен де өз жолымды табам. Ризам балам. Бұл істер қарапайым еңбекпен басталады. Кәсіп тек күнкөріс емес, өзіңді табудың жолы. Еңбегің елге мирас болсын.